Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып тіркеле отырыңыздар. Алдымен сары майымызға қантымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін ұнымызға бір қасық разрыхлителімізді қосып, массамызға електен өткізіп қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафан пакетке салып 20-30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған қамырымызды формамызға салып, бір келкетіп жайып, портик жасап дайындаймыз. Менде форма диаметрі 26. Енді салмасын дайындаймыз. Жұмыртқамызға қант, ванилин қосып араластырамыз. Бір келкетіп араластырып алғаннан кейін қаймағымызды салып, тағы бір араластырып, тестамыздың үстіне құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутқа қоямыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі нәзік, әркім өз қалауынша әсемдеуге болады.